Сәлем достар, бүгінгі тақырып біздің жүктіліктің 15-ші аптасы туралы болмақ. Жүктіліктің 15-ші аптасында әйелде қандай сезімдер болады, балада қандай сезімдер болады, сол туралы айтатын боламыз. Жүктіліктің 15-ші аптасында әйелдің көңіл күйі өте жақсарып, энергиясы көбейіп, жақсы көңіл күйде болып, айналасына жақсы сезіммен қарай бастайды. Эмоционалдық көңіл күй әлде қайта тұрақталады. Керісінше кейбір әйелдерде мазасызданып, бір шаршаңқылық басып, ұйқысы келіп, кішкене энергиясының төмендегенін де көруге болады. Жүктілік әркімде әртүрлі өткендіктен бұған нақты бір анықтама беру қиын. Дегенмен де осындай көп кездесетін жайттар осы. Кейбір әйелдердің энергиясы көтеріліп, күшті болып, жұмысқа деген қабілеті ашылып, қатты бір сондай бір күшті, жақсы болып, әдемі болып кетеді. Негізі екі қабат әйелдердің бәрі әдемі деп айтып жатамыз ғой. Көңіл күйі көтеріліп, қарқынды жұмыс істеп дегендей. Кейбір әйелдерде жаңағы энергиясының болмай, кішкене шаршаңқылық болғанын көріп жатамыз. Мұның бәрі қалыпты жағдай. Сол себепті қатты оған қорқудың қажеті жоқ әйелдің ондай сезімдеріне. Одан кейін балада қандай өзгерістер болады? Бала бұл кезде осы 15-ші аптадан бастап қарқынды өсе бастайды. Бұл кезде әйелде өзіне салмақ қоса бастайды, себебі әйелдің аппетиті ашылып, түрлі тәтті немесе тұзды нәрселер өте көп жеп қоюы мүмкін. Өте көп мөлшерде жеп қоюыңыз мүмкін, қатты аппетитіңіз ашуы мүмкін, қатты қалауыңыз мүмкін. Бірақ менің қалауым екен деп, оның бәрін қалағанды жей беруге болмайды. Әр нәрсенің нормасы бар. Қатты зиянды, қатты тұзды, бір қатты тәтті нәрсе болса, оның ағзаға зияны болуы мүмкін, сізге, одан кейін оның балаңызға әсер етуі мүмкін. Сол себепті де оны басқа бір сәл пайдалы нәрсемен алмастыру керек. Мысалы, тәтті нәрсені сухофруктылармен, болмаса жеміс жидектермен көбіне көп. Тұзды нәрсені де көбірек жемей, бәлкім құрт жеуге болады мысалы. Кальций бар бір жақ тұз да бар. Осы секілді табиғи өнімдермен алмастырған дұрыс болады. Кез келген екі қабат әйел өзін ұстай алмайды, ой жоқ, жаңағы жемесе болмайды деген бір қатып қалған қағида жоқ. Егер кәдімгідей баспен ойланатын болсақ, онда өзімізді ұстауға болады, қай жағдайда болмасын. Одан кейін бала бұл кезде скелеті қалыптаса бастайды баланың. Бала бұл кезде қатты қимылдай бастайды, бірақ оны ана сезінбейді. Себебі баланың әлі кішкентай, ішкені ғана білініп көрініп келе жатыр. Сол себепті де бала әлі матканы да былай ұрып нете алмайды, тебе алмайды. Бірақ бала қозғалады, іштей қозғалады, қолын саусағын сорады, қолын жұмады, ашады, қимылдатады. Аяқтары бұл кезде қолына қарағанда аяқтары ұзын болып жаңағы өсе бастайды баланың. Бұл кезде бала ананың әрбір сөзін еститін болады. Құлағы қалыптаса бастайды. Әрбір сөзін бала ананың әрбір сөзін еститін болады. Сөзін естіп, бұл кезде осы 15-ші аптадан бастап балаңызбен тіпті сөйлесе бастасаңыз болады. Балаңызды сипалап, ішіңізді сипалап, сөйлесіп дегендей, балам сенде бәрі жақсы ма деп. Осы кезден бастап жалпы ана мен баланың қарым-қатынасы қалыптаса бастайды ғой, екі қабат кезден бастап. Сол себепті балаңызбен көбірек сөйлесіп, көбірек былай келісімге келе бастасаңыз, кейін туылғаннан кейін де мінезінің жақсы болуына, жалпы балаңызбен жақсы қарым-қатынас құруға оның бәріне әсер ете бастайды екен. Бұл кезде скелет қалыптаса бастайды, сүйектері дами бастайды. Кальцийге бай тағамдарды көп жеу керек, жалпы екі қабаттық кезең бойынша, себеп сүйек қалыптаса бастайды. Бұл кезде бұл нәрсені, кальцийге бай тағамдарды жеуді ұмытпау керек. Егер сүт іше алмасаңыз, мен мысалы сүтті көбірек іше алмаймын, айран іше алмасаңыз, онда қаймақ бар, қатты бір майлы емес заттар жеуге, бір құрт бар, қаймақ бар, творог, сүзбе дейміз, осындайды кішкене қант араластырып, сүзбені алып, болмаса мейізді оған салып дегендей, осылай бір әдемі қылып өзіңіз жесеңіз болады. Болмаса дайын мұндай өнімдер бар, сатылады. Сол кальций тағамдарына бай өнімдерді жеуге болады.
Бұл кезде анаға активный болу ұсынылады. Егер сіздің жүктілігіңіз жақсы өтіп жатса, жүктілік қалыпты болып жатса, онда жұмысыңызды істей бересіз. Және де әртүрлі жаңағы қимыл қозғалыста болу керек міндетті түрде, себебі жүкті болу деген сөз жатып алу деген сөз емес. Тіпті ең соңғы жүктіліктің айларында да әйел жатпай қимыл қозғалыста болу керек, себебі бұның бәрі оңай тууға әсер етеді. Көп қимылдаған сайын, көп қимыл қозғалыста болған сайын өзіңізге де жақсы стресс депрессияға көп түспесе, көп қозғалмаған адамдар стресс депрессияға көп түседі. Адамның жүйкесі тоза бастайды, денесінен бірінші. Сол себепті де барынша қимыл қозғалыста болғанымыз дұрыс болады. Достар, сіздерге айтатын ақпаратым осы. Жүктілік кезінде өздеріңізді күтіңіздер, қимыл қозғалыста болыңыздар, барынша тырысыңыздар қимыл қозғалыста болуға. Жақсы тамақтаныңыздар. Өздеріңіз енді бұл кезеңде әйелдер толыса бастайды ғой, аппетиті ашыла бастайды. Дегенмен де кішігірім сол бір нәрселер басқа нәрселерге алмастыра отырып, қимыл қозғалыста болсаңыздар, сонымен қатар жақсы позитивні настрой дейді ғой, сондайда болсаңыздар, ешқандай да салмақ қоспайсыздар. Бірақ бәрібірде арық әйел болсын, толық әйел болсын салмақ қосады, ол 2-3 килограмм жүктілік кезінде, онда тұрған ештеңке жоқ. Бұның бәрі қалыпты жағдай. Ең басты өзіңізді, балаңызды жақсы көріңіз, және де жақсы тууға деген ай күніне жетіп, баланы тууға деген жақсы настройда жүріп, психологиялық настройда жүрген дұрыс болады. Достар, көргендеріңізге рахмет. Мен де Алла қаласа жүктілік апталарына байланысты әлі талай видеом болады. Сол себепті арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет.